жетісі 40 жылы шариғатта бар ма жоқ па деген сұрау туады. Жетісі 40 жылы шариғатта бар. Ал бар болса, міндетті ма, жоқ ерікті ме деген сұрау туады. Ерікті. Неге? Қайтыс болған адам ешкімі жоқ, жалғызбас болса не болады? Кім береді оның жетісін, 40 жылын? Барды, балдары да бар, ағайын туғаны да бар. 29-32 жылдар сияқты өзі аштан өліп атқан уақытта, қиналып атқанда бере ала ма? Бере алмайды. Шариғаттың кемеңгерлігі, халыққа деген қамқорлығы соншалықты бұны ерікті қылған. Бірақ енді аузына бір рет жылын, 40-ын, асын беремін деп айтса енді міндетті. Оған дәлел Құранда ашық жазылған. Аузубиллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллах. Валуфу нузурахум. Садақаллаху алейхи. Кімде-кім асы жетсін, құдайсын, асын беремін деп тұрып бермесе, енді беру міндетті деген. Агар осы аятқа кім сенбесе, ол діннен шығып кетеді. Онда ол мұсылман емес ол. Ал сондықтан бұл енді ауыздан шығып бірақ айтсаң, бұл міндетті. Ал енді бұның арабшасы нәзір, қазақшасы құдайсы, жылы, асы, садақасы. Осы төртеуді бір жерде құдайсы дейді, бір жерде асы дейді, бір жерде садақасы дейді, бір жерде жылы дейді. Осының қайсы дұрыс деп өздері таласып жатады. Бұлар синоним сөздер. Бір мағыналы сөздер. Сондықтан оны таласып отыратын жайы жоқ. Оның арабшасы нәзір, қазақшасын жаңа төртеуінің қайсысын айтсаң да сол бір мағына. Білдіңіз бе? Ал сондықтан бұндай сөзді таласып отырудың қажеті жоқ. Сол үшін біз бұны өте жақсы түсінейік. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға Анна Саада ибн Убадата истабта набина саллаллаху алейхи ва саллам фақал инна умми матат ва алейха надрун лам туқтаху фақала набина саллаллаху алейхи ва саллам иқтихи анха деді. Убадата ибн Саад деген Убаданың баласы Саад келіп пайғамбарымыздан патуа сұрады. Менің анам өлді. Анамның асын бергенім жоқ әлі деді. Анаңның асын бер деді. Анаңның асын бер деді. Міне бұл хадис, анау аят. Енді осыларды естіп тұрып, осыған сенбесе, кім болады сонда? Анерде Алла тағаланың рұқсаты тұр. Мінерде пайғамбардың хадис шарифы рұқсаты тұр. Ал енді осыны жоқ деп жүрген, осыны діндар деп айтуға бола ма? Осыны дінді білет деуге бола ма? Болмайды.